Достар, менің жанымда Ұлы Дала жорығының тұрақты қатысушысы деп айтсақ болады, Қырғыз Республикасының шабандозы Балбай бауырым тұр. Енді Балбай, қош келдің Қазақстанға, Торғай жеріне қош келдің. Көңіл күй қалай, аттар қалай? Аттары жақсы, көңіл жақсы. Жақсы келе олдық, көріса. Алыс екен сол. Былтыр білеміз, Қуаныш ағаң дайындап берген команда шаптың, Биыл команда ауыстырғанға ұқсайсың. Биыл аяқтың балдары басқа. Біз бұл команданы алып шықтық. Мұрынғы өзіміздің команда. Сол команда башқа аттарды алып шықтық. Башқа аттар сынап көрелі деп. Енді осы тұста түсіндіріп өтейік, былтыр екі команда келген. Сол негізгі командада Балбай шапқан болатын. Биыл басқа командаға ауысты, яғни биыл да екі команда келіп отыр. Сол екінші команданың капитаны деп айтсақ болады. Енді аттарың қалай, аттарың тұқымы қандай? Аттары жақсы, бұл Қарачай мен Аңбарап араласқан. Алғандары Қарачай. Ондан Ава Киргиз бар. Бар леша, пробекет тура келіп жатыр. Енді біздің естуіміз бойынша бұл арнайы осы жарысқа сатып алынған жүйріктер, солай ма? Россиядан прямой келген аттар. Биыл келді, 2 ай мұрын. 2 ай дайындалышты. Мияқа келдік оша. Жалпы дайындықтары, жүрісі қалай екен, көңілдерінен шықты ма? Жақсы ол, дайындық, жақсы дайындандық. 2 айда жақсы дайындандық, вообще барыз, бір сарайда тұрдық. Жақсы дайынданып келдік бұйырса. Жақсы, сәттілік тілейміз. Рахмат. Тақымдарың талмасын. Қымбатты көрермен, естідіңіздер, Қырғызстан командасы тыңғылықты дайындалып келген. Пробег, яғни Ресейде 120-180 километр көлемінде аттар жарысқа түседі. Сол жарысқа түскен аттарды арнайылап әкеліп отыр. Сәттілік тілейміз.